Сәлем, менің каналымды қолдау үшін каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың заттардың қасиеттерінің кристалдық тор құрылысына тәуелділігі тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: иондық, атомдық, молекулалық құрылысы бар заттардың балқу температураларында қандай айырмашылықтар бар? Жауабы: иондық кристалдық торы бар заттардың қаттылығы жоғары, байланысы өте берік болады. Балқыту үшін осы күштерді әлсіретіп, кристалды бұзу керек. Ал атомдық кристалдық торы бар заттардың балқу температурасы жоғары және өте берік болады. Молекулалық кристалдық торы бар заттардың балқу және қайнау температуралары төмен, ұшқыш және қаттылығы аз болады. Екінші сұрақ: өздерің білетін кристалдық торлардың әр түріне сәйкес екі заттан мысал келтіріңдер. Иондық кристалдық торға мысал ретінде натрий фторидін және натрий хлоридін жаза аламыз. Ал атомдық кристалдық торларға мысал ретінде көміртек, күкірт және де борды жатқыза аламыз. Ал молекулалық кристалдық торларға біз фторды, йодты және де оттекті жаза аламыз. Үшінші сұрақ: қиын балқитын бейметалдардың кристалдық торлары атомдық. Төменде берілген заттардың қайсысының кристалдық торы атомдық, қайсысының торы молекулалық екенін анықтаңдар. Өте жеңіл, тез балқитын элементтер мен заттар молекулалық кристалдық торларға жатады. Оларға біз азотты, көміртекті және де бромды жатқыза аламыз. Ал атомдық кристалдық тор дегеніміз ол қиын балқитын деген сөз. Оларға бор, силициум және астатты жатқызамыз. Төртінші сұрақ: берілген қосылыстардың кристалдық тор типі мен химиялық байланыс түрлерін анықтаңдар. Калий хлориді иондық кристалдық торға жатады. Ал иондық кристалдық тор тек қана иондық байланыстарда болады. Келесі оттек бізде молекулалық кристалдық торға жатады, ал байланыс түрі ковалентті полюссіз байланыс. Келесі pH3 бізде молекулалық кристалдық торлы, ал байланыс түрі ковалентті полюсті болып келеді. Силициум O2-ның кристалдық торы атомдық кристалдық тор, ал байланыс түрі ковалентті полюсті байланыс. CO2 молекулалық кристалдық торлы, байланыс түрі ковалентті полюсті. Натрий 2O иондық кристалдық торлы, байланысы иондық байланыс. Калий 2S иондық кристалдық торлы, байланысы иондық байланыс. H2 молекулалық кристалдық торлы, байланысы ковалентті полюссіз. Бесінші сұрақ: қосылыстардың формулалары мен байланыс типтері арасындағы сәйкестікті табыңдар. H-хлор коваленттік полюсті байланыс, F2 коваленттік полюссіз байланыс, H2 коваленттік полюссіз байланыс, алюминий 2O3 иондық байланыс, H2O коваленттік полюсті байланыс.